кішкене қобалжып жатқан шығар, сол үшін айтып жатырмын да. Ұнамаса ұнамайды деп айтыңыз, ұнаса ұнайды деп. Жоқ, ұнамайды дегенде ұнап тұр ғой. Ұнанып тұр ғой деп жатыр, иә. Тем более маған құсап отыр. Бүкіл маған құсайды деп отыр. Басында тоже Акуся тоже айтқан. Қарындасым айтқан маған, Нұржан саған құсайды деп, бір жер құсайтын жерлерім бар деп екеуі. Мен айтқам, құсамаймыз екеуміз бір-бірлерімізге деп. Жақсы. Ал бірақ енді қалай ойлайсыз? Енді бәрібірде қарындасыңыздың таңдауы, сырттай көзқарас болады. Әрине, ағаның көзқарасы қашанда сыншыл бір мінді тауып алады бәрібірде. Қызғаныш болуы мүмкін бәрібірде, айтқыңыз келмеуі мүмкін. Бірақ дегенмен де бір қарым-қатынастарынан өзіңіздің көзқарасыңыз жалпы дұрыс бағытта келе жатыр ма дегенде, немесе ақылыңыз болса, кеңесіңіз болса мүмкін. Ақыл айтатын уже не емес қой мыналар. Бала емес дейсіз, ақыл айтатындай. Бала емес олар уже. Өздері бір-бірлерін таңдады ма? До конца болсын енді өздері. Өзі үйдегі бүкіл мамкалар бүкіл нетіп отыр уже. Бардың ба, нетсін, қатысын. Біздің бапа тоже нетеді да. Үйде постоянно айтады, апқа үйге алып келейік. Үйде болсын, мұнда болсын, Астанада болсын, қасымызда болсын деп. Мамка постоянно айтады оған. Барды ма? Қалсын. Нұржанмен ба? Нұржанмен болады. Болмаса болмайды, болса болды. Иә. Бәрібірде әке деген енді қасында ұстағысы келеді қызын. Жанында болса екен. Батян қасында, біз бармыз ол қасында. Сіз барсыз, бірақ ол ерке қызы өзінікі. Сіздер ешкім орнын баса алмайды, бәрібірде қасымда келсін, қасымда болсын, бәрібірде қыз мұраты кету дейді ғой. Ұзатылғанша үйде еркелеп жүргені жақсы ғой деп ойлайтын да шығар. Может. Енді бастысы сіз жалпы қарсы емессіз. Жоқ, қарсы емеспін. Енді бір қолына табыстадық енді саған енді. Енді ренжітпей қарайсың ғой енді бұсын. Иә. Ренжітпе деп жатыр. Енді бұдан кейін жауапкершілікті екі есе сезесіз деп ойлаймыз. Сосын келем мен, өзім келем ренжітсін. Тағы да келем деңізші, иә? Тағы да келем мен әлі. Балғыса ханым осы жерде келем деп жатыр ғой. Мен айтқым келіп отыр, бізде таныстық алған ғой негізі, иә? Бізде мысалы Айжан деген қыз бар. Бұл кісі де бойдақпын деп отыр. Мүмкін Айжанның ісінде, сөздерінде бал қылатын осы кісі шығар деп. Жоқ, мен айтып кетейінші, мына негізі өйткені Айжан білмеймін, келгеннен бері бір көзқарасы басқаша болып тұр да менің ойымша. Жоқ, бұл кісінің мамасы да, сестрасы да қарайды негізі Ақеркеніңше. Мен Ақерке мамасына ұнағам, андай WhatsApp-қа бәріне сразу жазып жатыр Айжан деп. Сестрасы тоже подписаны друг другу. Я біледі негізі Ақеркенің семьясымен жақсы. Балауса ханым негізі Айжан негізі келген кезде өзі де жаңа айтып отыр ғой, маған Нұржанға ұқсайтын жігіт керек деп. Қазір кім Ақерке де айтып отыр, менің ағам Нұржанға қатты ұқсайды деп ше. Мен сол ойлаймын, таныстық алаң болғаннан кейін неге танысып көрмеске? Ақерке өзіне осындай жеңге қалай ма? Жоқ, негізі мен Жоқ, негізі ойлап тұрмын да, өзім соны тілеп алдым ба деп. Келгеннен бері мен айтып жүрдім ғой, абысыным деп ше. Бірақ мен негізі басқа балаға қарастырып жүргем ғой, енді білмеймін, өздері көрсін. Өздері көрсін. Сіздің ағаңыз сізге қарап тұрған сияқты, не болды, не қылдым, мен сені қолдап келмедім деген сияқты. Жігіттерді айтам да, өздері жаңадай араларында біреумен біреуді қостырады, өздерінше отырады, одан кейін қыздарды кінәлі қылып қояды, например, Шерхан деген сияқты ше. Ондай тірлік керек емес. Біз всегда қыздар негізі сырттан үміт күтеміз, ол позициямыздан ешқашан кеткен емеспіз. Что, давайте танысып көріңіздер. Жақсы, қинамайық енді қыздар, жігіттер. Жақсы, осы студияға келген бойдақ кісілердің, жігіттердің, қыздардың барлығын айта беретін болсақ, ұят болар. Енді талғам, талап, өзінікі келемін деп жатсаңыз, есік ашық, біздің керемет қыздарымыз бар. Енді сізді көп уақытыңызды алмай, сізді шығарып салайық. Келгеніңізге көп рахмет. Әлде бір нәрсе айтқыңыз келіп тұр ма? Ештеңе айтпайсыз ба? Бір нәрсе. Иә. Мамкаларымыз, сестренкам бүкілі сюрприз беріп жүрген Акусяға. Подарок. Иә, сыйлық беріп жіберді, иә? Сыйлық беріп жүрген. Ол только
машинада қалды бүкілі. Көлікте қалып Көлікте қойды, қалып иә? қойды ол. Жақсы, ол сыртқа эфирден шыққаннан кейін шыққаннан кейін сыйларсыз, берерсіз міндетті түрде. Келгеніңізге енді біздің қыздар туралы ештеңе айтпайтын шығарсыз. Бәрібір де сұрап қалайын деп жатырмын. Оны үйден барып сұраймыз ғой. Пападан барып сұраймын деді. Ойланып алайын дейсіз, иә? Асығыс шешім қабылдамайын деп жатыр. Енді рахмет келгеніңізге. Сізді шығарып салайын, сізге чемпион Кения Сансет шайын сыйға тартамын. Бауыр болса, аға болса, сіздей болсын. Қара тершіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ. Мінсіз сапа белгісіне ие болған шай өзіңізге сыйға. Рахмет келгеніңізге, шығарып салайық. Өте қуаныштымыз. Балсахан, Кетпеңіз. Балсахан. Ау, не болды? Енді осы жерде прям ағасына ырза болып отырмын да. Бағынан бері жылатып жатыр. Негізі Ақерке мен Нұржанға өзім прикол ұстайтын. Сендер жылауық семьясыңдар деп ше. Мен негізі жыламаймын, андай бір қатыгез адам сияқты көрінемін ғой сыртымнан. Бірақ негізі ондай емес, менде бауырым бар, үлкен бауырым. Негізі қатты ренжіп қалғанбыз екеуміз, сол бауырымнан кешірім сұрағым келеді. Қай камера? Қазір айтасыз міндетті түрде. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін